Шежіре деректерінің бірінде орта жүз Жанарыстан, Ақтам қожа, одан Ойбас, одан Қыпшақ, одан Сүлім алып, одан Ақкөбік, одан Мүйізді, Сарабыз, одан Құлан, Қара Сары болып бөлінеді. Осылардан тараған ұрпақты Құлан Қыпшақ, Сары Қыпшақ, Қара Қыпшақ деп атайды. Қарадан Қобыланды батыр, одан Тоқтар би туған. Тоқтардан 5 бала: Бұлтың, Торы, Көлденең, Ұзын, Қарабалық туады. Осы 5 баланың анасы Алтыншаш келін боп түскен соң түс көріпті. Түсінің мәнісін түсіне алмай, атасына жортады. Ата, түнде бір қолайсыз түс көріппін. Түсімде бір биік таудың басына шығып, дәрет сындырыппын. Дәретім 5 тарау болып таудың етегіне қарай ағып кетті. Арғы шетіне көзім жетпеді депті. Сонда атасы: ой баламай, бұл қорқынышты түс емес, қуанышты түс қой. Аман болсаң, сенен 5 бала туады екен. Сол 5 баланың ұрпағы осы дүние бұзылып біткенше 5 сала ел болып өсіп-өніп кете береді екен депті. Айтса айтқандай, бүгінгі Иісі Қазақ арасына жайылған 5 таңбалы Қыпшақ Алтыншаштың бауырынан өрген ұрпақ. Ақселеу Сейдімбектің кітабынан.